Қозғалғышты арзан алу бір бөлек, дұрыс қозғалғышты алу бір бөлек. Ассалаумағалейкум ағайындар, мен есімім Абзал болады. S-Motors компаниясының менеджері боламын, отдел продаждың. Өзім Қостанайдың жігітімін. Өзім продажы бойынша 8 жыл жұмыс істеп келе жатырмын. 8 жыл жұмыс істеп келе жатқаннан сізге уверенно айтып жатырмын, бұл осы компания, мен істеп келе жатқан компанияда ең тиімді, ең жақсы клиенттерге условиялары жасалған. Неге олай айтамын? Мен 8 жыл жұмыс істеп келе жатқасын, көптеген компанияларда жұмыс істегенмін, көптеген компанияларды көргем негізі. Компанияларда осылай айтайын, олардың прямой сәттері сату болды, қалғаны ештеңе керек жоқ. Бұл компанияға келген кезде мен 1,5 ай обучаться еттім. Несіне именно үйретті мені десем, мені үйретті долгосрочный отношения. То есть бізде условная задача жоқ, сізге сатып жіберу деген. Менің условный задачам сізге дұрыс агрегатты жіберу, оны сопровождать ету, және де оның гарантийный случай, заводской брак, енді бүкіл нәрсе болуы мүмкін. Өзіңіз білесіз, бүкілі Алла Тағаланың қолында. Бүкілі темірден ешкім сақталмаған оны. Біресе болып қалып жатса, адамнан жоғалмағандар, обратный связь болсын деп, жұмыс істейіндер, гарантияны дұрыстаңдар деген сияқты. Осымен именно бұл компания маған ұнады. Және де мен осы январь айында, март айында лучший продажник айына лучший продажник шығады. Лучший продажник болған кезде мен көптеген компанияларға барамын сөйлесуге. То есть компанияларға барасың, білесің именно қандай товар бар екен. Сондай кездерде мен білгенім біздікіндей гарантия беру деген, май беру деген подарокке, оплатаны қолға алғаннан кейін ғана беру деген ешкімде жоқ. Ешкімде ондайды көрген жоқпын. Двигательді заказ беру үшін 100% оплата жасау керек. Қазіргі заман қандай? Қазіргі заман алаяқтар көп. Мен өзім алаяқтарға ұрынған адаммын. Көрдіңіз, алаяқ деген көп, бізде төлемін қолға алғаннан кейін ғана сіз қабылдайсыз. Таныс болып қояйық. Мен тағы да есімімді айтып жіберейін. Менің есімім Абзал. Осы видеоның астына номерімді тіркеп қоямын. Звондаңыз, жазыңыз сіздің агрегатыңызды.